Амалсыздар ма балалар, қалдарың қалай балалар? Мынандай бір есеп қарастырайық. Тығыздығы белгі сұйықтың және қатты дененің тығыздығын анықтау үшін динамотрге ілінген бір текті денені сұйыққа батырғанда динамотрдің көрсетуі 1,66 ньютон болды. Ал вакуумда 1,8 ньютон, суда 1,6 ньютон болса, сұйықтың тығыздығын және қатты дененің тығыздығын анықта. Енді біз алдымен балалар қатты дененің тығыздығын анықтап алайық. Өйткені ауадағы салмағы бар. Жазып қояйық, осы арқылы анықтайық. Ауадағы салмағы ол М көбейтілген Ж. Массаны тығыздық арқылы ашып жібереміз. Ро көбейтілген В. Енді екіні бірге қоятын болсақ, П тең болады Ро В Ж. Осы жерден қатты дененің тығыздығын анықтап алуға болады. Ро тең болады П ауамдарда. П ауадағы тығыздығын бөлеміз В Ж-ға. Бұл жерде енді бірақ белгісі қалды. Енді ол В көлем. Көлемді табу үшін біз балалар тағы да біз Архимед күшін жазайық. Судағы F1 деп жазып қояйық. Ауадағы салмақтан біз судағы салмақты алып тастаймыз. Бұл 5-ші теңдеу. Архимед күшін тағы формуласын білеміз. F Архимед 1 тең болады Ро сұйықтығы Ж В. Бұл 6-ші теңдеу. Теңдіктен сол жағы тең, оң жағы да теңде бар қарата теңестіріп жіберейік. Сонымен Ро сұйық су, Ро су деп жазайық бұларына су. Өйткені біз қазір сұйыққа С деп жазамыз. Ро су Ж В тең болады П ауадағы салмақтан судың салмағын алып тастаймыз. Жеті. Осы жерден міне көлемді есептеп шығарып алуға болады екен. Сонымен П ауадағы салмақтан П суға батырған кезде салмағын Ро су Ж-ға бөле салады екенбіз. 8. Енді бірден есептеп алайықшы балалар. Өзімізге ары қарата есептеген жеңіл болу үшін. Ауадағы салмағымыз біздің 1,8, ал судағысы 1,2. 1,8 ньютон алынған 1,6 ньютон бөлінген судығы 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Бірлігін шығарып жіберейік. Ньютон мен ньютон қысқарсын, килограмм мен килограмм қысқарсын, метр куб қалды. Сонда бізде 2,10-ның -5 дәрежесі метр куб қалды. Көлемін тауып алдық балалар. В тең болады 2,10-ның -5 дәрежесі метр куб. Енді массасын тығыздығын есептей саламыз. Ро тең болады ауадағы салмағы 1,8 ньютон бөлінген ВЖ бөлінген 2,10-ның -5 дәрежесі метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Бірлігін шығарып жіберейік. Қысқарады. Сонда бізде қалды 1,8 9, сонда 900 килограмм 9000 болады. Килограмм бөлінген метр куб. Кәне есептеп жіберейік балалар. Бұл жерде -5 плюс 4 шығады. Үстіге шығамыз 18-ді, соны 9000. Сонда қатты дененің тығыздығы 9 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болды. Енді бізге сұйықтық балалар. Ол үшін балалар біз ауадағы салмақты осы дененің ауадағы салмағын өлшеген кездегі бізде суға батырған кездегі салмақ пен Архимед күшін қосындысына тең деп жазамыз. П су. Бұл біздің нешінші формула болар? Бұл біздің 9-ші формула. Енді осының ауадағы салмағы өзгермейді. Енді осыны өзімізге белгі сұйыққа батырамыз. F Архимед 2 болады ол кезде. П сұйық болады. 10. Бірақ ауадағы салмағы да өзгермейді ғой балалар. Соны тең оң жағы тең, сол жағы тең деп ары қарата шығара саламыз. Сонымен F Архимед 2 плюс П сұйық тең болады F Архимед 1 қосу П су. Бұл 11. Енді F Архимед 2-ні таба салайық болады. F Архимед 2 тең болады F Архимед 1 плюс П судағы салмағы алынған
П сұйықтағы салмағы. Бұл 12 болды. Архимед күшін ашып жіберейік. Ро сұйық ЖВ тең болады. Біздегі ро су ЖВ плюс П судағы салмағы алынған, П сұйықтағы салмағы. Бұл 13 болды. Осы жерден сұйықтың тығыздығын өрнектеп шығарып алуға болады ғой бұлар. Бізде. Сонда ро су ЖВ плюс П су минус П сұйықтағы салмағы бөлінген ЖВ. Бұл біздің 14-ші теңдеу болды. 14-ші теңдеу болды. Бәрі бар. Орнына қойып есептейік. Сонда ро сұйықтың тығыздығы 10-ның 3 килограмм бөлінген метр куб көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 2 10-ның минус 5 метр куб плюс 1,6 минус ньютон 1,6 ньютон минус 1,66 ньютон бөлінген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 2 10-ның минус 5 метр куб. Енді нәрді килограмм мен килограмм қысқартайық. Метр куб пен метр кубты қысқартайық. Ньютон қалды. Сонда ньютон қысқарды. Килограмм бөлінген метр куб қалды. Бірлігі шықты. Енді оны өздеріңіз асықпай есептеп аласыздар. Сонда бізде 700 шығады екен барлар. 700 килограмм бөлінген метр куб. Бұл енді калькулятормен есептеуге қой балар. Ро сұйықтікі 700 килограмм бөлінген метр куб болды. Ал ро қатты дененікі 9000 килограмм бөлінген метр куб болды. Көлемді жазсалайшы балар. Көлемі қатты денен көлемі 2 10-ның минус 5 метр куб болды. Жауабы деп жазып қояйық. Жауабы Б. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.